Ал бізде әлі де сенбейді өтірік су мынау жалдап қойған деген кісілер, ақша беріп қойған деген кісілер көріңіздерші. Қазір жанымыздың барлығы үлкен кісілер, қария адамдар, Аллаға шүкір да. Бірақ барлығы өтірік айтпайды ғой. Сондықтан да бұл кісілердің барлығы бірінші емес, немесе соңғы емес. Бұндай нәтиже өте көп. Енді өтіндегі тасыңыз кеткен, Иә. Атыңыз кім болады? Менің атым Рая болады. Рая апамыз қазір өз нәтижесімен до и после УЗИ қағазымен келген. Ойлаңыздаршы. Қазір соңынан мұқият қараңыздар. Сізде қанша уақыт болды мазалап жүрді ауруыңыз? Мен енді февраль айында көп ауырдым. Асқазан, осы 25-ші жыл. Сонымен приступ болып больницаға алып келді. Олар көрді, тас бар, дәуде 4 тас бар. Ота жасаймыз деді. Мен оған отказ бердім. Сөйтіп де шығып кеттім. Келатып ана бұлақ деген есіме түсті. Бұрылып Бағилаға барып 2 баклажканы алып қайттым. Содан оны іше бастадым. Больницадан шыға сала. Иә, шыға сала. Содан 3 күн 4 күн кәдімгі қозғап, іштің бәрін ауыртты. Бәріне шыдап бақтым. Иә, ауыртып, сөйтіп жүрдім. Содан кейін 40 күн дегенде мен анализ алуға бардым, түстім. Жаңа неге? УЗИға. Сол кезде тастың көлемі өте жақсы азайған. И майдаланып жатыр. Результат деген о деді маған. Содан оған сенбей мен Алматыдағы врач келініме шығып сұрадым. Тағы. Ол да ой тәте әдемі, күшті деді. Міне айтарым, халыққа сеніңіздер, ішіңіздер, ауырмаңыздар. Ерден балама рахмет, көп дана қызыма да рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Мынау қазір сонда оң қабырғаның асты мазаламайды. Мазаламайды. Сосын бірінші результат байқағаным, ұйықтайтын болдым. Бұрын мен ұйықтай алмайтын. Қазір жатсам ұйықтай беремін. Бірде жатайын, екіде жатайын, онда жатайын. Жатамын да ұйықтаймын. Бірінші соны байқадым. Содан кейін ауырғаным бәрі қойды. Шүкір Аллаға. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Рахмет, тағы да рахмет айтамын. Қазір күніне қанша ішіп жатсыз? Мен бір күнде 2 литр ішіп отырмын. Бір күніне? Бір күнде 2 литр ішем, ыдысым дайындап қойғам, әдейілеп. Күнде 2 литр ішем. Сонда күніне мысалға бір стакан ішеді, немесе бір 10 күнде бір баклажка бітіретін адамдар болады да, и олар сразу результат болмайды деп айтады. Ол күнделікті 2 литрге жуық суды ішіп, сіз сияқты өттегі тасты құтылуға болады, бірақ басында қалай болды, соны айта кетіңізші. Басында ішкен кезде ауыртып бір. Басында сол айттым ғой, 3 күн ба ішкеннен кейін іш құрылысым бәрі ауырды. Асқазаным ауырды, мына жағым ауырды, мына өт жағым нелер ауырды, бәріне шыдадым. Өйткені мен жалағышта тәтем бар, ол кісі ішеді, айтқан. Басында ауыртады. Иә, сондай аурулар неғылады, қозғайды ішегінен. Шыда деп. Мен соның бәріне шыдап бақтым. Содан кейін результат ұйықтайтын шығардым, ұйықтайтын болдым. Сондай. Анау өттегі тас болса, бірақ бірден 2 литрге жуық суды ішіп тастамау керек та басында. Жаймен мысалға дәріні қалай дозасын аз-аздан бересіз, сол сияқты ғой бұл енді дәрінің орнына болып жатқаннан кейін бірден ішіп жаңа өттегі қайта одан сайын приступ беріп жіберуде мүмкін да бұл судан, бірақ аз-аздан сіз сияқты бастау керек. 2 литр бірыңғай. Рахмет. Сосын көшеде бар көршімді шақырдым, бірақ келе алмай қалды. Міне келді бірақ. Ішіңізге бардым, бұл кісі көп ауырады. Рахмет. Дұрыс. Иә, әйтеуір осындай үлкен кісілердің барлығы естіп келіп жатыр. Әрине бұл видеоны да жіберіп, жай ғана ауырып жүрген, өтінде тас, асқазаны, бауыры, бүйрегі ауырған кісілерге осы видеоны жай ғана жіберіп, осы суды көрші, ішіп көрші, ешқандай қоспасы жоқ па деген сияқты бір белгі жіберсеңіздер. Соның өзі де бір сол жазылам деген кісіге, ауруынан айығам деген кісіге үлкен көмек болар еді. Көктөбе Анабұлақ суын ішіңіздер. Қазір Қызылорда қаласында жаңадан ашылған Жорба 35А адресіндегі ашылу салтанатынан. Рахмет баршаларыңызға.